РГР-дің келесі әдісі потенциалдық түйіндік потенциалдар әдісі. Потенциалдық диаграмма емес, одан соңғы әдіс мына түйіндік потенциалдар әдісі. Түйіндік потенциалдар әдісінде біз әр тармақтағы тоқтарды түйіндегі потенциалдар арқылы анықтаймыз. Ол үшін мына схема берілген, вариант бойынша берілген нұсқамызда ештеңкесін өзгертпей суретін салып аламыз. Алдын ала қойылған тоқтың бағыттары қалады. Түйіндердің белгіленуі тоже қалады. Менде түйіндер А, Б, С деп белгіленіп тұр. Кез келген бір түйінді аламыз да жерге қосып тастаймыз. Мысалы, мен Д түйінін алып жерге қостым. Жерге қосу деген, яғни осы түйіннің потенциалы нолға теңестіру деген сөз. Схеманы салып болғаннан кейін қай түйінді жерге қостық, соның потенциалын нолға теңестіреміз. Фи Д тең 0. Қасына жақшаның ішіне не себептен нолға теңестіргенін көрсетеміз, яғни жерге қосылған. Ары қарай біздің тапсырмамыз әр тармақтағы әр түйіндегі потенциалдарды анықтау. Фи А, Фи Б, Фи С. Егер бізде үш белгісіз болатын болса, онда үш теңдеуі бар теңдеулер жүйесін құрамыз. Теңдеулер жүйесін бастаймыз. Бірінші құрған теңдеуіміз тек қана бірінші контурға тиесілі, яғни Фи А. Ең бірінші біздің қарастырып отырған түйіміз А түйіні. А түйінің потенциалын Фи А деп белгілейміз. Жақшаны ашамыз. Жақшаның ішіне А түйіне қатысы бар тармақтардың кедергілерін анықтап шығамыз. Ол А түйіне қатысты R1, R4, R6. Соларды жақшаның ішінде кері шамаларын қосып шығамыз бір-біріне. Келесі минус дейміз. А түйінін Б түйінімен байланыстырамыз. Фи Б мен екеуін байланыстырып тұрған кедергінің кері шамасына көбейтеміз. А мен Б түйінін R1 байланыстырып тұр. Яғни Фи Б-ны көбейтеміз 1 бөлінген R1-ге. А түйінін С түйінімен байланыстырамыз. Фи С мен екеуін байланыстырып тұрған кедергі R4, соның кері шамасы. Фи С-ны көбейтеміз 1 бөлінген R4-ге. Түйін нолға теңескен түйінмен байланыстырмаймыз. Қай түйіндерді анықтағалы отырмыз, соларды ғана ескереміз. Ары қарай тең болады дейміз. А түйініне қатысты тармақтарда электр қозғаушы күш бар болатын болса, соны міндетті түрде көрсетеміз. А түйініне қатысты бірінші тармақта жоқ, екінші тармақта жоқ, үшінші тармақта эпсилон Е6 бар. Е6 бөлінген R6 дейміз. Егер электр қозғаушы күш осы қарап отырған түйінге бағытталып тұрса, оны оң таңбасымен аламыз. Келесі түйін Б түйіні. Б түйіні негізгі болып табылады. Жас қойдым оның потенциалын. Жақшаны ашамыз. Б түйініне қатысты тармақтардың кедергілерінің кері шамасын қосып шығамыз. Ол R1, R2, R3 кері шамаларын қостым. Енді Б түйінін А түйінімен байланыстырам, және Б түйін С түйінімен байланыстырам. Әрқайсын А түйінімен R1 арқылы байланыстырып кері шамасына көбейттім, С түйінімен R2 арқылы байланыстырып тұр, кері шамасына көбейтемін. Басқа байланыстыратын түйін жоқ, тең болады дейм. Б түйініне қатысты тармақтарда электр қозғаушы күш бар болса, соларды жазып шығам. Менде Б түйініне қатысты Е3 ғана бар. Ол Е3 Б-дан сыртқа қарай бағытталып тұр, сондықтан минуспен алам. Дәл солай С түйініне жазып шығамын. Ары қарай осы теңдеулер жүйесін құрып болғаннан кейін олардың мәндерін анықтау үшін матрица құрамыз. Матрицаның анықтау үшін құру үшін тік жақшаны ашамыз. Мына үстіне реттелген түйіндердің потенциалдарын жазып шығам. Фи А, Фи Б, Фи С. Және осы әр потенциалдың астына өзінің коэффициенттерін жазам. Фи А-ның астына Фи А-ның коэффициенттерін жазам, Б-ның астына Б-нікін жазып шығам, С-ның астына С-нікін жазып шығам. Мына бірінші жолым бірінші теңдеуге негізделген. Міне тұр бірінші теңдеу. Осының коэффициенттері бірінші жолда тұр. А түйінінің потенциалының коэффициенті міне толық жақша. Соны көшіріп алып келем. Б түйінінің коэффициенті 1 бөлінген R1 минусымен. Минус 1 бөлінген R1 дейм. С түйінінің коэффициенті 1 бөлінген R4 тоже минусымен. Минус 1 бөлінген R4 дейм. Осымен бірінші теңдеуім бітеді. Екінші жолға түсем, екінші жол екінші теңдеудікі. А түйінінің коэффициенті минус 1 бөлінген R4 мен жаздым.
Б түйінінің коэффициенті мына тұрған жақша жаздым. С түйінінің коэффициенті екіншіде -1 бөлінген R2 міне жазамыз. Осымен үшінші теңдеуге көшеміз. Үшінші теңдеуде бірінші баған А түйінінің коэффициенті -1 бөлінген R4, екінші баған Б түйінінің коэффициенті -1 бөлінген R2, С түйінікі толық жақша. Тік жақшаны жабамыз, келесі жақшаны ашамыз. Оған теңдіктің оң жағындағы электр қозғаушы күштердің бағанын толтырып шығамыз. Осыны матрицаны сан мәндерінің орындарына қоясыңдар. Белгілі бір әдістермен гаусс үшбұрыш, қандай әдіс, крамер әдісі, кез келген әдіспен матрицаны есептеп шығамыз да дельтаның санын анықтап қоямыз. Енді дельта А-ны табуымыз керек. Дельта А-ның матрицасын құру үшін бағанағы дельтаның матрицасын полностью көшіріп әкелеміз. Бірақта бірінші бағанын алып тастаймыз да орнына жаңағы электр қозғаушы күштердің бағанын әкеп қоямыз. Сонда бізде дельта А шығады. Келесі дельта Б-ның матрицасын құрамыз. Дельта Б-да бағанағы бірінші дельтаны көшіріп әкелеміз, тек екінші бағанды алып тастап орнына электр қозғаушы күштердің бағанын әкеп қоямыз. Соны есептейміз. Дәл солай дельта С-ны анықтаймыз. Негізгі дельтаны көшіріп алып келеміз. Үшінші бағанды алып тастап орнына электр қозғаушы күштердің бағанын әкеп қоямыз да ол дельтаны да тауып аламыз. Барлық дельталарды тауып болғаннан кейін потенциалдардың мәндерін анықтаймыз. Фи А потенциалы дельта А бөлінген дельта, фи Б дельта Б бөлінген дельта, фи С дельта С бөлінген дельта. Осылайша біз барлық потенциалдарды білеміз. А, Б, С, Д, Д-нікі 0 болған. Ары қарай осыны тауып болғаннан кейін әр тармақты жеке-жеке көшіріп аласыңдар. Түйіндерімен қосып тоқтың бағытын ештеңке өзгертпейміз, осылай көшіріп аламыз. Мен үшеуін ғана көрсеттім, қалған үшеуін дәл осындай жолмен көшіреміз. Содан кейін осы тармақтардың тоқтарын Кирхофтың екінші заңы бойынша анықтаймыз. Мысалы, бірінші тармақ А мен Б түйін арасындағы тармақты алдым, тоқтың бағытын қойдым, пункттермен төмен қарай штрих түсірдім. А Б түйін арасындағы кернеудің бағытын қойдым. У А Б деп тоқтың бағыты қайда қарап тұр, кернеудің бағытын да солай қаратамыз. Белгілегенде қай жақтан басталып тұр, сол жақтың әрпін бірінші қоямыз. Сонда У А Б болады. Осы қысқа контурға Кирхофтың екінші заңын құрамыз. Яғни кернеулердің қосындысы электр қозғаушы күшке тең. Бұл кішкентай схемада R1 мен УАБ екі кернеу бар. R1-дің кернеуі УАБ. R1-дің кернеуін E1 көбейту R1 дейміз, УАБ-ның өзін жазамыз. Арасына контурдың тоғының бағытын қоямыз, яғни шартты түрде сағат тілмен бағыттас деп аламыз. Осы тармақтағы тоқты контурдың тоғымен салыстырамыз. Егер бағыттас болса, алды плюс болады. И1-дің тоғы бағыттас алдын плюс қойдық, УАБ қарама қарсы алдын минус қойдық, тең болады 0-ға. Себебі бұл контурда электр қозғаушы күш жоқ. Осы жерден И1-ді өрнектеп алып шығамыз. Ол УАБ бөлінген R1. Енді УАБ-ны потенциалдар айырмасымен алмастырамыз. УАБ дегеніміз фи А минус фи Б деген сөз. Фи А да бар, фи Б да бар. Осылай И1-дің мәнін анықтаймыз. Келесі тармақ А С арасында то же самое, тоқтың бағытын бәрін қоямыз, төмен қарай кішкене түсеміз. Осы А С арасындағы кернеудің бағытын қоямыз, ол тоқтың бағытымен бағыттас болады. Арасына контурдың бағытын сағат тілмен бағыттас деп шартты түрде қоямыз. Осыған Кирхофтың екінші заңын құрамыз. Онда И4 көбейту R4 минус У А С болады. Минус себебі У А С-ның бағыты контурдың тоғына қарама қарсы. Тең 0, электр қозғаушы күш жоқ. Осы жерден И4-ті алып шығамыз. Ол У А С бөлінген R4 ол деген фи А минус фи С бөлінген R4. Келесі үшінші мысалы Б мен Д арасын қарадым. Д мен Д жерге қосылған, онымда ескертіп көрсетемін. Төмен қарай кішкене түсемді. Осы Б мен Д арасындағы кернеудің бағытын қоям. Оны тоқтың бағытымен бағыттас қоям. Б, Д деп белгілеймін. Осыған Кирхофтың екінші заңын құрам. R3 көбейту I3
у б д екі кернеу бар. р үш и үштің бағыты тоқтың бағытымен бағыттас болғандықтан плюс болады, у б д қарама қарсы, сондықтан минус болады. Тең осы контурдағы электр қозғаушы күшке. Осы жерден и үшті өрнектеп алып шығамын. у б д-ны потенциалдардың айырмасымен алмастырам. Сонда менде и үштің мәні шығады. Осылайша қалған үш тармақты да өсіп анықтап шығамыз. Бұл әдіс түйіндік потенциалдар әдісі.